Сапасына қалқам жан гәріс 10 жыл киіп, міне қалың шығады, міне көрдіңіздер ма? Міне 99-дан мынаны пифасына 10 тал, 20 тал аласаңыз, мен Гүлсана сізге 10-ды төлеп берем қалқым, міне. Мына бағадан мүлдем 7X-ке дейін шығады, менің кигенім 2X. 2X-тен бастап 7X-ке дейін. Рең толық 99 сом қалқым. Мен мына жердегі пифаларды осындай бағада беріп жатырым қалқым. Мыналардан, мына көйлектерден де 5-600 тал мал бар. Сөнген осы бағада қимылғып беріп жатырым, қалқым, міне көрдіңіздер. Өте әдемі реңдер, мына 99-ға бекердің орны десеңіз болды. Мына кафесі тіпті гауджи екен, міне көрдіңіздер ма? Мал, сапа, ұзындығы мынаның 1/15 шығады екен, қалқым, міне көрдіңіздер ма? Міне. Амма сапасын барып маған қайта-қайта рахмет айтпасаңыз, көңіліңіз көншімейтін көйлек, міне. Өненгөй мен сіздерден өтінерім қалқым. Бір нәрсені түсініңіздер. Сіздер бір адам, мен бір өзім пәлен düz адамға төтеп береткем. Мына дереу киім алмақшы болсаңыз, дене салмағыңыз жолдаңыз. Жаза салсаңыз, тіпті мен шеше де кетеме, жаза салсаңыз. Дене салмақ. Одан ойбай мына киімнің я өзіңіз киген жасыл реңі, я болмаса мына гаудан кафе, я болмаса мына күрең қызылы деп ресімін вашшыда тартып жолдап білем. Поштағанның пұлын қосып, ақшаңызды атып, әдіріс дене салмақ жіберіп қойсаңыз, малыңыз барады. Ана Пинглун районына қарасам, әнеген әлгі біреу. Немене дейді? Мал алмаңдар, алдамчы деп. Бір алдамчы адамның дуйында мына 4 жыл, міне 2,5 жыл, 3 жыл болып қапты ғой, мен қолы болған. Қолы болғанын көрдіңіздер ма? Бір алдамчы адамның, бір ауырып жатқан адамға 20 мың сом бергенін көрдіңіз ба? Бір алдамчы адамның осындай бір дашөсің, оның сыртында янжусың, оның сыртында сол мұғалымдықтан стипа беріп келген бір адамның бір саудада алдамшылық қылғанын көрдіңіздер ма? Кейде бір себеп, жағдай адамды жаман қылады. Кейде осы бір, мысалы, өзіміз қазақ тұрып, қазақтың сөзін қазақ түсінбейміз. Не түсінбейміз осы? Мен ана бір жаңқауым бекітіліп қапты, соған жауап бере алмадым десем, ана жаңа жаңқауыма кірген болса, ой, сен маған жауап бермедің, алдамшы, әтә-пәтә дегенге миға тәсір қылады. Соныздар ма, қалқым? Өйткені алдамшылық деген менің дәптерімде болып көрген емес. Мен ақшаны алдамшылықпен таппаймын, мен өз қабілетіммен, өз ныңлиыммен табам. Сізден ақшаның басыңызға наган тіреп, мойныңызға қылыш тіреп алдым ба мен? Сіздің жанчығыңыздан ақшаны мен өзім тауар арқылы алып жатқан шығармын, қалқым. Соған алдамшы деген сөзді нервіме дереу тәсір қылады да. Жағдайыңыз айтсаңыз, бірер көйлек ештеңе емес, ұқтыңыздар ма? Бір адам сияқты сөйлеуді үйреніңіздерші, адам сияқты сөйлеуді. Мен адам сияқты сөйлегенге адам сияқты әлгі шорын, жержен шо, жынхуа дейді, женгуй шо, гуйхуа. Жақсы сөйлесеңіз, жақсы, жамандықша шыдай аламын мен. 99 сомнан мына сападағы көйлек әкеш.